Кайраlı кеч okçular. Талдайтын чыгармабыз Әбіш Кекілбаевдин «Аңыздын ақыры» романы. Так, баштамас бұрын романға бір кіріспе жасап жиберейік. Жалпы әдеби сыншылар осы «Аңыздың ақыры» романына келгенде басқа романдардан бұның ерекшелігі бар дейді. Ал ерекшелік психологиялық философияға негізделген роман деп келеді. Жалпы Әбіш Кекілбаевтың стилінде де бар. Ол өткен кеткен оқиғалардың негізінде аңыздардың сондай тарихта болған жағдай оқиға үлкендерден қалған әңгімелердің негізінде осындай роман немесе әңгіме сынды жалпы прозалық шығармалар жазады ол кісінің стилінде. Енді біздің ОБТ шығармаларында келетін аңыздың ақыры романында қандай ерекшеліктер бар дейтін болсақ, кейіпкерлер айтарлықтай көп емес осыншалықты көлемді роман үшін, және көп бөлігі ол кейіпкердің ішкі монологы арқылы беріледі. Ішкі монолог болғанда да оның ойы, пайымы, тұжырымы бір оқиғалар негізіндегі және өзінің ішінде болып жатқан жай күйін айту арқылы, соны оқырманға көрсету арқылы жеткізеді. Ал сол үш кейіпкер кім дейтін болсақ, олар бас кейіпкер әмірші Алмасхан атпен келеді, және оның кіші ханымы және кіші ханымға ғашық болған шебер. Осы үш кейіпкердің ішкі монологтары арқылы көп бөлігі жеткізіледі. Ендеше бірінші сұрақтардан бастайық, және де бағана айтқан психологияға тікелей, философиялық ойларға тікелей қатысы бар екенін кей сұрақтар арқылы сіздерге айтып өтетін боламын. Қарулы күш ретінде тіл қатысатын соғысты суреттейтін туынды. Бұл бізде «Аңыздың ақыры» романы алғашқы бөлімінде, 4 бөлім бар бұның. Қызыл алма, мұнара, махаббат және аңыздың ақыры деген осы 4 бөлімнен тұрады. Соның алғашқы бөлімінде, қызыл алма бөлімінде әміршінің, яғни Алмасханның жорықтан қайтып келе жатқандағы Алмасханның ішкі ойы арқылы басталады. Келесі сұрақ. Әбіш Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры» шығармасының бас қаһарманын белгілеңіз деді. Бұл бағана айттық, әмірші дедік, Алмасхан атпен танылады. Келесі, «Аңыздың ақыры» романының бірінші бөлімі қалай аталады? Бұл бағана айтқан 4 бөлімі, және соның реттіктері. Біріншісі қызыл алма. Ол жерде жорықтан қайтып келе жатқан Алмасхан, яғни әмірші, оған яғни дастархан жайылады. Сол кезде көмекшілердің бірі алмаларды алып келеді. Сол алманың ішінде қызыл алмаға түседі. Қызыл алмада құрт бар еді. Одан кейін, яғни мына жерде символдық бір мағынасы бар. Құрт түскен алма бұл сатқындықтың, опасыздықтың символы деп беріледі. Одан кейінгісі бізде мұнара. Мұнараның салынуы, осында символдық екінші нәрсе. Мұнара бұл жерде қазір сұрақтарды қолдайтын боламыз. Үшіншісі бізде махаббат, кейіпкерлердің біріне деген махаббаты, және төртіншісі аңыздың ақыры. Аңыздың ақыры дегеннің өзінде де бір символдық мән бар. Келесі. Мына жерде бірінші бөлім дегеніміз қызыл алма болады. «Аңыздың ақыры» романдағы сөз иесі дейді. Астыңдағы тақты кебісіңнен мықты көрме, одан да сыз өтеді. Баласыз әйелді сағала, балалы әйелдерінің алдында баласыздығынан қорғалақтап, өзіңді қана тұтып өлергенше сыйлап өтеді. Деген сөз кімдікі? Ұлы ханым, Алмасхан, әміршінің анасы, бас шебер. Бұл үзінді бірінші бөлімінде орын алады, қызыл алма бөлімінде. Ол жерде айттық, әмірші жорықтан қайтып келе жатады, өзінің ойы айтылады.
Және соның ойы, оның өткен кеткені, қалай таққа келгені, а, тарихы былай. Кезінде, қазіргі әмір шермики дейтін жерде кіші тайпалар құрылған. Әр кіші тайпаның өзінің басшысы болады және сол тайпалар, бір әміршіге бағынады. Кіші тайпалардың бір басшысы осы Алмасхан, яғни әмірші еді. Ол деген, яғни үлкен таққа таласады, күреседі, қуғын-сүргін көреді, бірақ түбінде, сол мекеннің бір патшасы болады, әміршісі болады. Ә, Әйелімен бірге, қашып жүреді. Ол әйелін, зынданда болған кезде әйелі босанады. Содан үлкен ұлы дүниеге келеді. Бірақ сол әйелі, яғни бәйбішесі көз жұмады. Одан кейін басқа тоқалдарын алады. Олардан бірнеше ұл сүйеді. Бірақ мына жерде жауабы анасы болады әміршінің. Сол әміршінің, монологында анасын еске алады осы сөз арқылы. Яғни баласыз әйелді сағалау, өйткені, ол баласы жоқтықтан сенің көңіліңді аулауға тырысады дейді. Ал баласы бар әйелдер, олар енді болашақ тақ мұрагерлерінің анасы болғаннан кейін бойларында бір тәкаппарлық сезім болады дейді. Сол үшін баласыз әйелді, паналар деген осындай, бір афоризмдік сөздер, жиі кездеседі осы шығармада. Философиялық ойлар жиі кездеседі. Келесі, әміршінің үлкен ұлының тақ мұрагерлігінен бас тартып, алыс өлкеге кету себебі деді. Бағана айттық, көз жұмған бәйбішесінен кезінде, қиындықты бірге көрген, қуғын-сүргінді бірге көрген, қиын сәтте қасында болған серігі көз жұмады. Одан үлкен ұлы дүниеге келеді. Бірақ одан кейін де тоқалдары бар, олардан да бірнеше ұл дүниеге келеді. Сөйтіп, яғни нағыз серігі болған бәйбішесі, сырласатын адамы көз жұмды. Әмірші сөйтіп өзін жалғыз сезінеді. Я нөкерлеріне сенбейді, я өзінің тоқалдарына немесе кіші ханымдарына сенбейді. Өзінің сондай бір принципі бар. Ал нағыз сырласатын дегеніміз, өйткені ол, бұл әмірші болмай тұрып та жан серігі еді бәйбішесі бағанағы. Сөйтіп үлкен ұлына осындай бір, жағдай төнеді. Яғни ол, әміршінің басып алған алыс жерлердегі бір мекеніне, басшы қызметіне кетеді. Яғни ол алысқа кетті деген сөз мұрагерліктен бас тартты деген сөзбен бірдей. Жауап қайсысы болады? Бауырларының арасындағы араздықтың сақтану және әкесін қиын жағдайға қалдырмау үшін дейміз. Неге әкесін қиын жағдайға қалдыру? Өйткені ол мұрагерлікті балаларының арасынан бөліп беру керек болады. Ал балаларының арасынан бөліп беру деген сөз, ол бәйбішелерді алалау деген сөз. Ал әміршінің осы шығармада, бәйбішесі қайтыс болды дедік, одан кейін тоқалы бар, үлкен ханымы, ұлы ханым дейді, одан кейін кіші ханым бар. Кіші ханымның жас алған әйелі, одан бала жоқ. Осы үлкен ханымы, ұлы ханымнан, бірнеше ұлы бар. Демек, екі ханымның арасында, тартыс болады, бәйбішесі онсыз да қайтыс болды, онымен көңіл аулаудың қажеті жоқ. Сөйтіп, осы үлкен ханымның баласы алады да, әкесін қиын жағдайға тастамас үшін өзі бас тартып, бірден кете қояды. Демек, одан кейін мұрагердің иесі ретінде, үлкен ханымның ұлдары ғана қалады. Сөйтіп, әміршінің әйелдерінің алдындағы бір қыспағы азаяды деген сөз. Және бағанағы үлкен ханымның балаларымен, тайталаспайын деген мақсатта, яғни арасындағы араздықтан сақтану үшін кету шешімін қабылдайды. Бір жауап сонда А болады. Келесі, әміршінің жан дүниесіндегі ішкі арпалыс пен күмәнді тудырған басты себеп не болды дейді. Сөйтіп, ұзақ жылдарда соғыстан қайтып келе жатқанда, алдынан бір мұнараны кездестіреді.
ол мұнара оған қатты ұнайды, алыстан қарағанда қол бұлғап, күлімдеп, сағынышпен өзіне шақырып тұрғандай болады, бірақ жақындап келгенде тәкаппарланып тұрғандай сезім қалдыратын мұнара еді. Сөйтіп өзінің сарайына келеді. Сарайына келгенде бағанағы алдына қызыл алма келеді. Сол кезде осы әміршіде не болады? Бір ойдың астына кетеді. Бұл қызыл алма не болуы мүмкін дейді. Мына жердегі автор осы қызыл алма келгенге дейін әміршінің мына бір қасиетін ашып түседі. Әмірші өзінің алдына осы өзі туралы өсек айтып берген адамдарды жазалайтын болған. Яғни, оның басын алады, басқа да жазаға тартады. Яғни, өсек айтып келген адамды жақтырмайды. Сол үшін адам, мысалы, әміршіге қатысты қандай жағдай бар, сол жағдайды айта алмайды. Айту үшін не істейді? Осындай бір ым-ишарамен, белгілер арқылы білдіретін болған. Осы белгілердің бірі ішінде сұрты бар қызыл алма еді. Тек осыдан не істейді? Әңгімеміз басталады. Аңыздың ақырындағы жағдай басталады. Так, енді көрейік мына іште. Жан дүниесіндегі ішкі арпалыс пен күмән тудырған басты себебі не болды дейді. Түпкі себебі жаулап алған жерлерінен айырылып қалу қаупі ме, денсаулығының сыр беріп өлім жақындаған сезуі ме, кіші ханым мен шебер арасындағы сезімге деген күдігі ме, тақтың мұрагерлеріне бөліп бере алмауы ма дейді. Дұрыс жауап бұл жерде С болады. Өйткені тақтың мұрагерлеріне бөліп беру мәселесі алдын ала шешіліп қойған еді. Бұл айтып кетеді. Яғни осы кезде әмірші мынандай ойға келеді. Не болып қалды екен дейді. Мұрагерлікке таласта бір сатқын опасыз пайда болды ма дейді. Әйелдерінің арасынан опасыздықты ол ең соңғы орынға қалдырады. Оған көп сенбейді. Одан кейін денсаулығының мәселесі бойынша алаңдамайды, жалауына жетейін айырылып қалу қаупі болмайды. Өйткені сенімді адамдарын қалдырады. Бір бат, одан кейін екіншісі пара беру арқылы сол жердің басшыларын ауыздарын жауып отырады. Бұны да айтып кетеді. Енді мына жерге келгенде кіші ханым мен шебер арасында сезімге деген күдік деген ол негізгі мәселе еді ғой. Сол негізгі мәселе осы қызыл алма арқылы күнге келіп отыр. Енді осыдан бастап мына бөлімге қарай өтеміз. Жаппардың әкесі ұлының шеберлік қабілетін оның қандай мінезінен таныды дейді. Енді қызыл алма деген біз бөлімді жабамыз. Келесі бөлім бізде мұнара бөлімі. Жаппардың кішкентай кезінен бастап басталады. Жаппар дегеніміз ол шебер. Мынау бізде шебер. Оның аты Жаппар, шебердің аты. Осы мұнара бөлімінде шебердің әкесі туралы айтылады. Әкесінің бірнеше ұлы болады. Сол ұлдарының ішінде дәл осы Жаппарға оның көзі түседі. Неге? Өйткені әкесі де шебер еді. Мұра жасайды деген секілді. Саз балшықтан бұйымдар жасайды. Сөйтіп Жаппарға да көз түседі. Оның көзін түсуінің себебі көлденең көзге енжар қарамайтын сезімталдығы мен әсершілдігінен басқа балаларынан ол ерекше болады. Сезімталдығы, әсершілдігі басқа балалардан ерекшелеп тұрады. Сөйтіп ол баланы өнерге баулайды. Өнерге баулайды, қасында алып жүреді, шеберханасында жүреді. Сөйтіп мұра жасауды үйретеді оған. Кімнен шыққан мұра қосықтары сол әкесі мен Жаппар мекендейтін елді мекеннің бүткіл адамдарына жайыла бастайды. Жаппар кейін өзінің бұйымдары арқылы өздерінің үйлеріне су тасыған адамдарды көріп,
өзінің жасаған ісіне тамсанады. Сөйтіп бір өнердің бір рахатын сезінеді. Яғни өзінің өмірін өнерге арнай бастайды. Сөйтіп күндердің бірінде әкесі Жаппарды ертіп, бас шаһарға алып кетеді. Ол барар жері, бір саудагердің үйі еді. Ол саудагер де кезінде, байқаусызда кезіктіріп қалады. Яғни саудагерге бір жақсылық жасайды. Сол кезде саудагер оған, шаһарға келгенде міндетті түрде біздің үйге тоқта дейді. Біздің үйге кел дейді, мен саған көмектесемін дейді. Яғни біздше айтқанда, астана келгенде хабарлас дегендей әңгіме айтып кетеді. Сөйтіп әкесі осыны, ескеріп, ұлын алып кетеді шаһарға. Алып сол саудагердің үйіне барады. Сөйтсе саудагер ұмытып қалыпты. Сөйтіп есіне салып, ақыры осы саудагердің үйіне Жаппарды орнықтырады. Сөйтіп Жаппар сол кездегі ыыы, жабық көшені салуға кіріседі, мешіт салысады. Және сол жерде оның шеберлігі, басқаларының, әсіресе бас шебердің көзіне түседі. Мгм. Сөйтіп көзіне түскен кезде бағанағы мына әмірші мен кіші ханымның арасындағы ыыы, жағдайды баяндай бастайды. Сол кезде әмірші кіші ханымды өзіне әйел ретінде алады. Ыыы, арада көп болмай олар, яғни әмірші, үлкен ханымын алып жорыққа аттанады. Сөйтіп кіші ханым деген сағынышта болады. Сағынышта жүрген кезде құса болады. М, Сөйтіп әмірші жорықтан жүріп, осы кіші ханымға сыйлық жібереді. Сыйлығы, ыыы, бағалы тас еді. Сол үлкен бағалы тасты көріп, ол одан сайын, құштарлығы артады. Сөйтіп әміршіні бір таңғалдырғысы келеді. Сөйтіп, үлкен ханның алдынан өзін жоғары сезінгісі келеді. Яғни бір сыйлық жасау керек болады. Сөйтіп ойланып, мен әміршінің құрметіне мұнара тұрғызамын дейді де, бас шеберге айтады, сен маған шебер тап, яғни мұнара саламыз дейді. Сөйтіп бас шебер оған Жаппарды ертіп алып келеді. Так, кеттік. Күтуші кемпірдің кіші ханымға бәйбіше сарайындағы өсектерді жеткізудегі астыртын мақсаты дейді. Бағана айттық, кіші ханым құса болады дедік. Сағынышта болады. Оған ешнәрсе қызық болмай қалады. Бейне бір ауырып қалған адамдай жүреді. Осы жағдайдан шығару үшін күтуші кемпірлер немесе басқа күтушілер, үлкен ханның сарайындағы күл өсектерді жеткізеді, немесе басқа нәрселермен оның ойын аулағысы келеді. Ал дәл осы өсектерді жеткізудегі мақсаты, төркініне тезірек қайтару деді, мәртебесін үшін күресуге итермелеу деді, татуластыру үшін дәнекер болу дейді. Мына жердегі мақсаты оның намысын қайрап, әмірші алдындағы мәртебесі үшін күресуге итермелеу болады. Осыдан бастап не істейді? Кіші ханым деген басқа бір күш алғандай болады. Ол деген бағалы маталардан өзіне киім тіктіреді, әртүрлі жерден қымбат бұйымдарды алдыртады. Өйткені әміршіден кейін оның да бір қызметкерлердің алдында сөзі өтетін адам, әртүрлі елдерден қалаған нәрсесін алдыртады. Кіші ханымның әміршіге арнап зәулім мұнара салдыру туралы шешіміне не түрткі болды деді. Бұны бағана айтып өттік. Ол әміршіге деген махаббатын көрсету еді, және бәйбішеден жоғары тұруды қалау еді. Өйткені олардың арасында бір үндестік, бәсекелестік бар. Осы бәсекелестік не дейтін болсақ, бағана айттық, бәйбіше дегеніміз бәйбіше емес, ол үлкен ханым. Бәйбіше қайтыс болғаннан кейін сол қалды. Сөйтіп үлкен ханымның басымдығы, үлкен ханымнан балалары бар. Әрі олар мұрагерлік
мұрагерлікке қалған ұлдар. Ал кіші ханымдікі ол яғни жас әйел болғаннан кейін оның сұлулығы бар деген секілді. Осындай бір-бірінің арасындағы бәсекелестік, үндестіктері бар еді. Келесі әмірші көк мұнараға қарап тұрып, ондағы сұлулықтың сырын қалай түсінді дейді. Бағана айттық, жорықтан келіп, жақындаған кезде бір мұнараны көреді, алыстан шақырып тұрғандай болады деді. Бірақ жақындап келгенде оның бір тәкаппарлығын байқайды деді. Енді көрейік, мұнараның қарсылысына өте сирек кездесетін бағалы тастар қолданылған үшін сұлу ма дейді. Шебер мұнараны әміршінің фатал бейнесіне ұқсатып салған ба дейді. Шебер мұнара бойына әйелге тән махаббат пен сағыныштың тылсым сезімін сыйғызған ба дейді. Мұнара тек әміршінің жеңістерін дәріптеу үшін ғана салынған ба дейді. Дұрыс жауап бізде С болады. Бұл жерде шығармада айтады, ол сұлу әйелдің қол бұлғап тұрған кейпіне ұқсайды дейді, өзіне шақырып тұрған. Және де махаббат пен сағынышын көрсетіп тұрады. Алыстан бері кел деп шақырып тұрғандай сынай танытады. Сондай бір сезім білдіреді. Аңыздың ақыр романында көк мұнараның сырын енді түсінді. Жерде енді түсінді деген кілт сөз бар. Бағанаған екеуінде айырмашылық бар. Сырда. Деп әміршінің нені түсінгенін тұспалдаған дейді. Ханымның алыс жорықтағы жарына деген пейілімде, ханымның жарына деген махаббат символын ба, әмірші мен ханымның арасындағы махаббатын ба, жас шебердің кіші ханымға деген сезімін бе дейді. Мына жерде қараңыздар, енді түсінді деген кезде, демек ода екінші, осы мұнараға деген екінші бір ойы пайда болды дегенді білдіреді. Ал екінші ойы дегені ол мыналарды жоққа шығарады. Жарына деген пейілі немесе жарына деген махаббат символы дегендерді әмірші мен ханның арасында махаббат дегендерді жоққа шығарады. Өйткені ол бірінші ойы еді. Ал екінші ойы ол ендігі күдіктің бір расқа айналған тұсы, ақиқаттың ашылған сәті. Ол жас шебердің, осы мұнараны салған шебердің, оның кіші ханымына деген сезімін байқайды. Осы арқылы. Келесі, әмірші мен шебердің арасындағы қақтығыстың сипаты қандай дейді. Қақтығыс, бәсекелестік, әмірші мен шебер. Екі елдің арасындағы соғыс па дейді. Бұның қатысы жоқ. Соғысып жүрген әмірші, бірақ шебердің соғысқа түк қатысы жоқ еді. Билеуші мен бағыныштының жер дауына, шебердің жерге ешқандай қатысы жоқ. Қатыгез күш пен өнердің тайталасы ма дейді. Бұл жерде қатыгез күш дегеніміз ол әмірші. Ал өнердің тайталасы дегеніміз, өнер деп тұрғаны ол шебер. Және байлық пен кедейліктің айырмашылығы ма дейді. Бұның да қатысы жоқ. Енді қатыгез күш пен өнердің тайталасы дегенді қалай түсінеміз? Әмірші қатыгез күштің иесі. Өйткені ол қалаған жасайды, ұнамаған адамды жазалайды, жазаның түр-түрін қолдана алады. Және қолында болған нәрсе болғаннан кейін басып, жаншып, езіп, өлтіріп тастауға дейін барады. Яғни қарсыласын күшпен жеңуге тырысады. Ал өнердің тайталасы дейтініміз, шебер сондай бір өнер туындысын қалдырады, яғни мұнара. Ол мұнара кейін әміршіге психологиялық бір қысым тудырады. Неге? Өйткені мұнараны көрген сайын ол жеңілгенін мойындап тұрады. Яғни осындай бір тайталас еді. Дұрыс жауап сонда бізде С болады. Әмірші жас шеберді жазалау туралы шешім қабылдар алдында базарға жансыздарын жіберіп халықтың лақабын күту себебі неде дейді. Махаббат бөлімінде кіші ханымның монологы көбірек айтылады. Оның жай күйі, ол мұнараны не үшін тұрғызғысы келді, тұрғызу барысы қалай өтті, сосын шебердің арасындағы қарым-қатынас мәселесі айтылады. Расында ол
әміршіні жақсы көрген еді, бірақ бағанағы Қызыл алма бөлімінде әмірші жорықтан келіп, осы кіші ханымның бөлмесіне келген кезде кіші ханым түс көріп жатады. Түсінде яғни біреумен жақындасқандай бір күйде жатқанын көреді дағы бұл демек ойша басқа біреуді ұнатып жүр деген шешімге келеді әмірші. Бірақ махаббат бөлімінде кіші ханымның керісінше әміршіге деген бір ыстық ықыласы, шын пейілі болғаны байқалады. Ал енді шебермен арасындағы қарым қатынас қалай өрбиді? Шебер керемет бір мұнара тұрғызады, бірақ мұнараның бір жерін қалдырып кетеді. Сол жерден ол кіші ханымның сарайына қайта сығалап, оны бақылап тұрады. Ал әміршінің жорықтан қайтар уақыты таяп қалады. Сол кезде кіші ханым түсінеді. Бұл әдейі бітірмей отыр мұнараны. Мен барған кезде ғана, менімен кездескен кезде ғана ол мұнараны толықтай аяқтайды дейді. Ал демек, кім шебер? Кіші ханымнан бір жауап күтіп отыр. Сөйтіп ол құлдыққа барады. Кіші ханым не істейді? Өзінің бағанағы күтушісіне айтады: менің орныма маған ұқсайтын бір қызды жіберіңдер, соған уәде бергендей, сөйлескендей болсын дейді. Сөйтіп мұнараны аяқтауға тырысыңдар. Сөйтіп қызды жібереді. Ол қыз кімнің шебердің айтқанын орындайды. Міне шебер не дейді? Оның белінен қысып, бетіне сүйгісі келеді. Сөйтіп айтқанын орындайды. Бірақ ол кіші ханым емес еді. Ол жай кіші ханымның бір күтушілерінің бірі. Кіші ханымға ең ұқсайтын қызды жібереді әдейі. Сөйтіп жақсы мұнара бітеді осымен. Енді осының барлығы ақиқаты ашылып, бағанағы әмірші жағдайдың мән жайын түсінгеннен кейін, ол халықтың арасына жаймай, жағдайды шешкісі келеді. Сөйтіп шеберді жазалайды. Жазалағанда бірінші зынданға қамайды. Зынданға қамағаннан кейін ол өзінің артына дақ түсірмес үшін, кір келтірмес үшін бірінші жансыздарын базарға жібереді. Әдейі жұрт не деп жатыр екен, мына шеберге қатысты қандай шешім қабылдады деп ойлап жатыр екенін білгісі келеді. Сөйтіп барғаннан кейін жансыздар не дейді? Так, өзінің жеке тегін халықтың ортақ мүддесі ретінде көрсетіп, абыройды сақтап қалу үшін бе дейді. Иә, бұл дұрыс жауап болатын. Оны біз бағана айттық. Енді оның түп мақсаты абыройды сақтап қалу үшін деген. Сол кезде былай айтады: жұрт, яғни осы әміршінің шаһарындағы мұнара басқа шаһарда болмас үшін, осы мұнараны салған шебердің екі көзін ойып алыпты деген сөз таратады. Демек, солай ойлай берсін дейді дағы әмірші не істейді? Мына шебердің екі көзін ойып алады және тілін кесіп алады. Тілін не үшін кесіп алады? Осы болған оқиға еш жерге жайылмасын дейді. Ал екі көзінің ойып алуы ол халықтың айтқаны үшін. Сөйтіп дұрыс жауап бізде әмірші өзінің абыройын сақтап қалу үшін халық не айтты, сол халықтың айтқанын орындайды. Келесі, әміршінің бас шеберді зынданға тастап, оның тілін кесуге әмір беруінің себебі неде дейді. Ал шеберді әкелген бас шебер еді, осы мұнараны салғызған адам. Демек, осы мұнараға қандай кімдердің қатысы бар дегенде, шебердің қатысы бар салған адам, және оны салғызған екі ортада делдал болған бас шебер бар, кіші ханым бар, кіші ханның күтушісі бар, және әміршінің өзі бар, ақиқатты білетін адамдар. Сөйтіп бас шеберді зынданға тастауының және оның да тілін кесуінің бір себебі ол
Мұнараға байланысты шындықты білетін куәгер көзін жойып, өсекті бас шеберге аудару үшін жасайды. Яғни кінәні осы бас шеберге а, бәрін теліп қойғысы келеді. Және бұл жердегі тағы бір қызық жағдай, осы шаһардағы зынданды салған осы бас шебер еді, және бас шебер өзінің салған зынданында өзі жатады түбінде. Келесі шығарма үзіндісі дейді. Бас шебердің зынданға түскені туралы хабар шаһар ішін бір дүңк еткізді де басыла қалды. Әбден ажал жетіп тұрған ураған ісікке от тигендей тез тұтанды да тез сөнді дейді. Бұл қай шығармадан келді? Бұл аңыздың ақыры шығармасынан келген сұрақ. Өткен фотоларда кездескен сұрақ болғаннан кейін көрсетіп жатырмын. Келесі, әмірші өзінің жаулап алушылық соғыстары мен қатыгездігін қалай ақтағысы келеді? Бұл оның Қызыл алма бөлімінде айтылатын жағдай. Әлемде тәртіп орнату идеясымен жасап жатырмын деген сылтаумен дейміз, себеппен дейміз, өзінің қатыгездікке толы соғыстарын ақтап алуға тырысады. Әміршінің пайымдауынша, адамға біткен астам даңқ пен биліктің бақыт емес сор екендігінің себебі дейді. Әмірші бұны түбінде айтады, айтқанда өзінің ойымен жеткізеді. Қандай жағдайда ол бағанағы мәселелер болып жатыр ғой. Мұнара мәселесі, қызыл алма мәселесі, оған жасалған опасыздық мәселесі, және оның ешкімге сенбеу мәселесі бар. Таққа талас бар, өзінің бүткіл абыройынан айырылып қалу мәселесі бар, даңқтан айырылып қалуы деген секілді. Енді осының барлығы адамға сор дейді. Неліктен? Өйткені ол адам, даңқ пен билігі бар адам, қарапайым пенделік еркіндіктен айырылады, және әр адамның аңдулы тұтқынға айналдыратындықтан. Өйткені ол айналасындағы адамдар туралы ештеңені біле алмайды. Күтушілері бар, сарбаздары бар, нөкерлері бар деген секілді. Бірақ барлығының назары әміршінің өзінде тұрады. Сөйтіп, әмірші басқаларға қарағанда өзін жалғыз сезінеді. Бұл жерде ол билік иесі болғаннан кейін, өзімен теңдес адам болмағаны үшін, және өзімен сырласатын, өзімен бірге қиындықты көрген бәйбішенің жоқтығы бар деген секілді, осындай себептерін тағы ойына қосып өтеді. Келесі, пір әміршінің түсі мен жолбарыс туралы әңгімесін тыңдағаннан кейінгі оған берген кеңесі дейді. Бағанағы жағдайлар болып жатқан кезде әмірші өзінің көмекшілерімен бірге аң аулауға кетеді. Аң аулау кезінде жолбарыспен кезігеді, және сол жолбарысты өзі өлтіріп алады. Сөйтіп тағы да бір масаттанып қалады. Өйткені осы әмірші жолбарысты өлтіріп алды деген секілді сөз тарайды. Ол өзіне майдай жағады әміршінің өзіне. Және сол кездерде ол түс көреді, түс көргенде қағбадағы қаратастың өзіне ұстатпай қашып жүргенін көреді. Яғни осылардың барлығын ол бір пірге келіп айтады. Ол пірге міндетті түрде келіп, ой бөлісіп, ой алысып тұратын адам еді. Былайша айтқанда, кезіндегінің бір мынау Томиристегі бақсы секілді, бұл жердегі кейіпкер пір. Томиристе бақсы болатын болса, мына жерде пір. Сөйтіп, оған жағдай түсіндіреді. Яғни жолбарыспен осындай жағдай болды, түсінде осындай нәрсе болды. Бұда не қорытынды шығаруға болады деген секілді, қалай жоруға болады дегенде, пір оған былай деп айтады. Сенің дейді, кие үркіткен немесе аруақ ренжіткен жерін табуды тырысады. Яғни сен кие үркіткен болған болуы мүмкін, біреудің киесін тиген болуы мүмкін, немесе біреудің аруағын жалпы біреуді ренжіткен болуы мүмкін дейді. Құдай алдында сенің бір күнәң бар дейді.
сол жерін тап дейді, сол мәселені шеш дейді. Ал ол кезде әмірші не істеді? Әмірші ол жазықсыз адамдарды жазалады. Жазықсыз адамдар дегеніміз ол шебер мен бас шеберлер еді. Көздері ойып алып, тілін кесіп алып, зынданға апарды деген секілді сондай жағдайларға жазықсыз адамдарды жазалады. Олардың дұрыс жауабы А болады. Келесі сұрақ. Аңыздың ақыры романының соңында әмірші кешкен күй қандай еді? Ең соңында ол бағана айтып кеттік, мұнараға байланысты, өнерге байланысты әсіресе билігі мен қылмыстарының мәнсіздігін түсінді және рухани күйрелді. Ол тіпті мұнараны бұзғысы келді. Неліктен? Өйткені оған осы жағдайдың барлығын еске салып тұрды әміршіге қайта-қайта. Ол жеңілгенін мойындады расында. Таптай жеңгенімен іштей ол жеңілген еді. Келесі, төңірек түгел мүлгіп тұр, дөңкиген шағылдар да, тырбық құм бұталары да, ғұмыры қыбыр қимыл көрмегендей жер тістеп жатып алыпты дейді. Осы шығармадан алынған үзіндідегі көркемдік құрал қандай дейді? Градация берілген, күштейту, кейіптеу, метафора берілген. Енді қараңыз, мүлгіп тұр дейді. Олар қимыл көрмегендей жер тістеп жатып алыпты дейді. Мына жерде былайша айтқанда жансыз нәрсеге жанды нәрсенің кейпін беріп тұр. Сөйтіп бізде кейіптеу болады. Және соңғы сұрағымыз бізде сәйкестендіру сұрағы. Аңыздың ақыры романындағы үзінділерді бөлімдермен сәйкестендіріңіз дейді. Құр түскен қызыл алманы ұлы ханның әміршіге жіберуі, бұл бізде бірінші бөлімде айтылады, қызыл алма бөлімінде. Келесі, шебердің сезімі, әміршінің жазасы, басқа шаһарда мұндай мұнара салынбасын деген ой айтылатын бөлім деген бізде аңыздың ақыры бөлімінде айтылады. Енді мына бөлімдерге тағы да бір қысқаша шолу жасап өтейін. Қызыл алмада әмірші бізде жорықтан келе жатады. Сол кездегі ойы, монолог айтылады. Қызыл алманың келуі айтылады. Ал мұнара бөлімінде шебер туралы айтылады, оның өмірі. Және мұнараның салыну барысы айтылады. Махаббат бөлімінде бізде кіші ханымның монолог айтылады. Оның әміршіге деген сезімі және шебермен болған жағдайы айтылады. Және аңыздың ақыры роман бөлімінде осы болған оқиғаның қалай аяқталатыны айтылады және ең соңында осы әміршінің ішкі күйзелісі мен аяқталады шығарма. Және соңғы қорытындыны автор ол оқырманға қалдырып кеткен. Яғни өзі қорытып ой түйіп қалдырмайды шығарманың соңында. Осымен шығармамыз аяқталды. Келесі талдауда кездескенше сау болыңыздар. Free audio post-production by alphonic.com